Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге шоколадный пряник жасап көрсетемін. Өте дәмді пряник. Егер де менің рецепттерім ұнап жатса, каналға тіркеліп, коммент жазып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Бізге керек заттар: май керек, шекер керек, сүт керек, жұмыртқа керек, ұн керек, разрыхлитель керек. И сыртында глазурына сахарный пудра мен лимонный сок керек. Бірінші шекер сап алам. 100 грамм шекер. Оған ұн салам. Бірінші 150 грамм ұн сап алам. 100 грамм шекерге. Сосын аздап шым-шым тұз салып араластырам. Оған қайнап тұрған 200 грамм сүтті құям. Сонымен жайлап араластырамыз қасықтың көмегімен. Жақсылап араласу керек, қамырымыз түйіріп қалмау керек. Осылай біркелкі масса болады. Енді осы массаға майымыз саламыз. Майменде 200 грамм. Май бөлме температурасында тұр, бірақ тесто ыстық болғандықтан қазір май еріп кетеді ішіне түскен кезде. Біркелкі масса болады. Тестамыз суығаннан кейін барып жұмыртқаны саламыз. Әйтпесе жұмыртқа пісіп қалуы мүмкін, теста ыстық болса. Сол үшін тестаны салқындатып алып барып жұмыртқаны саламыз. Жұмыртқа менде 3 жұмыртқа. Жұмыртқамыз араласқаннан кейін разрыхлитель саламыз. Разрыхлитель менде 10 грамм. Бір пакетикті салдым, 10 грамм. Енді какао қосамыз. Какао 50 грамм қосам. Егерде қатты қоңыр болғанын қалайтын болсаңыздар, одан да көп қоса берулеріңізге болады, 100 граммға дейін. Одан соң қалған ұнымды қосам. Алғаш кезде мен 150 грамм ұн қосқам. Енді 100 грамм ұн қосам. Сонымен барлығы 250 грамм ұн болады. Сөйтіп қамырды қолымызбен илейміз жақсылап. Міне қамырымыз иленді. Жұмсақтық осындай болады. Бірден жасай беруге де болады, немесе 10-15 минутқа тындырып қойса да болады. Мен бірден жасай берем өзім. 2-ге бөліп алам. Суалап. Шайып аламыз осылай. Қалыңдық осындай болу керек. Стаканның көмегімен осылай ойып аламыз. Бәрін осылай ойып аламыз. Дөңгелектеп. Осылай қағазға қойып, 180 градусқа 25-30 минутта пешімізге салып пісіріп аламыз. Мінекей пряниктеріміз пісті. Енді сыртына жағатын глазурын дайындасақ болады. Сахарный пудраға лимонный сокты құйып, негізі сахарный пудраға жұмыртқаның ағын қосып жасайды. Көбісі, ал бірақ мен өзім шекі жұмыртқаны қаламағандықтан лимонный сокты құйып жасаймын. Бұл әдісте бола береді негізі. Айырмашылығы жұмыртқаның ағында сахарный пудра қосқан кезде сырты пряниктің аппақ болады, біркелкі. Мұнда лимонный сокқа сахарный пудра қосқан кезде біркелкі аппақ болмайды, сәл серилы болып тұрады. Бірақ дәмі өте керемет болады, лимонның иісі шығып тұрады. Шекі жұмыртқадан гөрі. Осылай батырып аламыз да. Осылай қойып шығамыз.
сыртына ұнатып. Негізі кисточкамен жаса да болады, бірақ мен қолмен батырып алып жатырмын. Қазір біркелкі көрінбегенмен кейін кепкен кезде барлық жерінде біркелкі болады. Осылай қойып қойғаннан кейін бір сағаттан кейін сырты кебеді. Сосын столымызға қойып шайға бере беруге болады. Міне сырты кепті. Енді сырт жағы, төбе жақтары кепкен, айналасы әлі қатты кебе қойған жоқ. Пряниктеріміз дайын. Достар, егер де менің рецептім ұнап жатса, каналға тіркеліп, коммент жазып, қоңырау тушағын басуды ұмытпаңыздар. Жасап көріңіздер, өте дәмді пряниктер.